Жамбыл облыстық көзі көрмейтін және әлсіз көретін азаматтар кітапханасы өлкетану жобасы бойынша Әбілдаұлы Бақтиярдың өмір жолына шолуды ұсынады. Әбілдаұлы Бақтияр 1937 жылы 10 қарашада Жамбыл облысының Талас ауданындағы Ақкөл ауылында өмірге келген. 1959 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін қызыл дипломмен тамамдаған. Жамбыл облыстық қазіргі Ақжол газетінде бөлім меңгерушісі, редактордың орынбасары қызметтерін атқарған. 1963-1964 жылдары Жамбыл облыстық комсомол комитетінде үгіт-насихат бөлімін басқарған. Алғашқы әңгімелері студент кезінде республикалық пионер журналында және 3 сыныпқа арналған ана тілі оқулығында жарияланған. Алғашқы жинағы «Тұлпардың тұяғы» хикаяты 1980 жылы Қайнар баспасынан жарық көрген. 1986 жылы Жамбыл облыстық Абай атындағы драма театрында Айша бибі тарихи трагедиясы, 1992 жылы Спатай батыр пьесасы қойылған. 1995 жылы Төле би атты тарихи драмасы театрда Қадыр Жетпісбаевтың режиссерлігімен сахналанған. 1999 жылдан бері Мұхаммед Хайдар Дулат мырза туралы тарихи драмасы Жамбыл облыстық театрының репертуарында. Көбінесе тарихи тақырыптарға жазған. Төле би және Қойгелді батыр, Рысбек батыр атты жинақтары, Бөлтірік би атты тарихи хикаяты, сондай-ақ Талас Тараз, Жауғаш батыр Абылай ханның елшісі, Спатай батыр, Тағдыр толқындары, Шапрашты Наурызбай батыр тарихи деректі романдары жарық көрген. Қазақстан журналистер одағының лауреаты, Тараз қаласының құрметті азаматы, бірнеше медальдармен марапатталған.